Бүгінгі біздің осы өткізіліп жатқан дөңгелек үстеліміз ол репродуктивті денсаулық, яғни қазіргі таңдағы өте өзекті мәселелердің бірі. Бізде қазір Шығыс Қазақстан облысында осы бойынша салауатты ұрпақ бойынша бізде апталық жүріп жатыр. Соған сәйкес бүгін дөңгелек үстел өттік. Бұл дөңгелек үстелде өздеріңіз көргендей өте сарапшылардың жиналған сондай бір алаң болды. Өйткені әркім әртүрлі бағыттар бойынша айналысқан. Бұл жерде педагогтар да, медицина қызметкерлері де, жастармен жұмыс жасайтын мамандар да осы жерде жиналған. Яғни қазіргі таңдағы біздің жастарға ең қажетті бере алатын ақпараттандыру жұмыстары деп айтсақ болады. Біз өзіміз жалпы осы жастар қазіргі таңда ақпараттанбай қалып жатады. Сол ақпараттандыру деңгейін жоғарылату мақсатында қазіргі таңда да біз жұмыстар атқарып жатырмыз делік. Бізде және Өскемен қаласында 5 жастар денсаулық орталығы бар. Бұл жерде яғни қаланың әрбір кез келген жасы барып, яғни жас отбасын құрғалы жатады, отбасын жоспарлаған кезінде яғни жауапты ата-ана керек, ол кезде дені сау бала туу керек. Яғни осының барлығына барып осы денсаулық сақтау орталықтарына баруға болады. Бұл жерде медициналық қызмет көрсететін мамандар отырады, және де өздері айтып өткендей бірнеше мамандар сол жерге барып жастар өз сұрақтарын қоя алады. Және қазіргі таңда бізде өте маңызды, яғни осы жастардың бойындағы репродуктивті денсаулық жөніндегі, және айтып жатырмыз ғой, біз лекциялар өткіземіз. Ол мектептер болсын, ол бізде колледждар болсын, кәсіптік және техникалық білім беру мекемелері, жоғарғы оқу орындарында бізге осы бірінші жарты жылдықтың өзінде, яғни өте маңыздылығы соншалықты, біз 500-ден аса жастардың мен жасөспірімдердің қатысуы арқылы 24 семинар тренинг өткізгенбіз. Және бізде өте біздің жыл сайынғы деп айтуға болады, жастар ресурс орталығын өткізетін саулық лайф деген бізде семинар тренинг бар. Ол жерде осындай үлкен жастардың денсаулығын сақтау бойынша және оларды нығайту бойынша, салауатты өмір салты және осы репродуктивті денсаулықты түсіндіру бойынша жұмыстар жүргіземіз ол жерде. Адам папиллома вирусы қазіргі кезде медицина төресінде алғашқы жоспарлардың бірінде тұр. Өйткені бұл адам папиллома вирусы зияндығы статистик бөлім бойынша Қазақстанда екінші орында. Бірінші орында рак молочной железы, екінші орында осы рак шейки матки. Сондықтан осы жасөспірімдерді осыған келтіру үшін біз 11 жастан бастап вакцинацияны жасауға информация жүргізіп жатырмыз. Вакцинацияның зияндығы болмайды. Ол өйткені барлығы доступны болады, барлық учреждение. Оған біз медицина қызметкерлерін дайындап жатырмыз. Барлық школдарда, поликлиникаларда өздері белгілі тіркелген поликлиникалардың бәрінде процедурный кабинеттер жасалады. Бесплатно болғандықтан оларды обязательно әйел мамаларының рұқсаты керек болады.